Аналарда жұмақ дейміз, күн дейміз. Құрғақ сөзге құмармыз-ау ылғи біз. Астығасын ішіп алып ананың, айтқан сөзін құлаққа да ілмейміз. Түнде жұртсаң, өзің үшін алаңдап, кірпік ілмей жататын білмейміз. Жақсы көрем, жаным ана дегенді неге осы жиі айтып жүрмейміз? Дәмін алғаш келтірген жан ауыздың, тұнығына шомылдырып қауыздың, сөйткен жанды қуантуың үшінде керегіне 8 наурыздың. Орандырып өміріңді желекке, өз қажетін, өз керегін елеп пе, сөйткен жанға сыйлау үшін орамал, туған күн күтіп жүру керек пе? Қуанады, жүрсең оған еркелеп, үлгір алсаң, аз өмірін ерте кеп, жаным ана деп айтуың үшінде әр мейрамды күтіп жүру не керек? Аналарда көктем дейміз, гүл дейміз. Құрғақ сөзге құмармыз-ау ылғи біз. Пейіл бөлмей өмір берген адамға дүниенің қыр соңында жылжимыз. Қош анатай деп айтуға бір күні үлгер алмай қаларыңды білмейміз.